Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай банкадағы баялды жабамыз. Қыста өте керемет салат болып шығады. Ол үшін бізге қызанақ қажет болады, сарымсақ қажет болады. Барлығын жуып тазалап аламыз бірнеше рет. Баялды баклажан, тәтті бұрыш, морков, чеснок, ашты бұрыш, тұз, қант, лавровый жапырақтар, лавр жапырағы, уксус және де бұрышпен, қара бұрышпен май қажет болады. Барлығын осылай турап, кубиктеп аламыз, ал қызанақты мясорубкадан өткізіп аламыз. Мінекей барлығын турап алдық. Осының қасында мен сіздерге аскөктерді ұмытып кетіппін. Укроп, зелендерді ұмытып кетіппін. Укроп, петрушка, кинзаны екі пучоктан аласыздар. Жуып, осылай барлығын турап аламыз. Майдың үстіне біз отқа қойып, орташа отқа қойып, майдың үстіне сарымсақ саламыз. Оның үстінен бірден осылай морковымызды саламыз. 15 минут пысқан соң осылай біраз сарғыштау болып шығады. 15 минут уақыт өткен соң үстінен тәтті бұрышымыз, чесногымыз, лавр жапырағын саламыз. Арасын 15 минуттан қоясыздар. Міндетті түрде араластырып отыру керек. Асты баяу от болу керек. Қатты отқа қоймаңыздар. Осылай араластырып отырып 15 минут уақыт өткен соң баклажандарымызды алып келіп, баклажандарымызды да саламыз. Бұны да салған соң міндетті түрде араластырып отырамыз. 15 минут уақыт өткен соң тағы да осының үстіне міне қызанағымызды саламыз. Қызанағымыз салған соң жақсылап бұны да араластырамыз. Тағы да 15 минут уақыт өткенін қадағалаймыз. 15 минут уақыт өткеннен соң дайын болды. Енді 5 минутқа ғана қоямыз. Осы жерде аскөктерімізді, тұз, қант, бұрыш бәрін салып, мен тағы да 5 аспирин қосып салдым. Осы мезетте аскөктермен бірге салып, жақсылап араластырасыздар. 5 минуттан кейін оттан аласыздар. Ыстық күйінде стерилденген таза банкаларыңызға, міндетті түрде стерилденген болу керек. Осындай құрғынмен құйып аласыздар. Қысқа өте керемет болып шығады, атылмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де жоғарыда Instagram каналым бар. Ол жерде де жақсы мәліметтер бар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.